Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен талқылайтын тақырып бұл 3650 кітапты қалай тез оқуға болады және де кітап оқудың ережесімен таныстыратын боламын. Яғни достар, мен сіздерге күніне кем дегенде 10 бет кітап оқуға кеңес беремін. Яғни бұған сіздің кем дегенде көп уақытыңыз кетпейді, 15-20 минутыңыз ғана кетеді. Яғни сіздің өз салаңыздағы жаңағы шығып жатқан кітаптар болса, немесе өзіңіз қызығатын кітаптар болса, күніне 10 беттен оқысаңыз, сіз 18 кітаптан 3650 беттік кітапты жылына оқып шығатын боласыз. Және де бұл кітап оқымас бұрын, достар, сіздер бұл кітапты жаңағы оқып жатқан кітабыңыз сіз үшін пайдалы ма? Сіз бұл кітапты оқыған соң қандай нәтиже аласыз? Қандай ақпараттарды ойыңызға сақтайсыз? Соны дұрыстап ойланып алыңыз. Одан кейін, достар, көптеген адамдар қазіргі таңда жаңағы діни кітаптарды оқуға қызығады. Яғни таңғы уақытта оқитын кітаптар ол жаңағы Інжіл, Тәурат және де Құран сияқты кітаптарды оқып жатады. Сонымен қатар, достар, кітапты оқып жатқан кезде кітаптағы сізге керек ақпараттар болса, яғни пайдалы ақпараттар болса, есіңізде сақтау үшін сіз оның астын жай ғана карандашпен сызып оқуыңыз бұл сіздің есте сақтауыңызға үлкен көмегін тигізетін болады.